Ислам, бауырлар, ислам адамды эгоист болмауға үйретеді ғой негізі. Эгоист деген не? Өзін ойлау. Тек қара басын ойлау. Бізде енді рас қой, иман болғаннан кейін, білімсіз болсақ та әйтеуір иман болғаннан кейін сөйлеу керек болады. Сөйлеп жатасың кейбір жерлерде. Бір мәселені қозғайсың ғой, сонда кейбіреулер айтады, не болмаса жазады енді. Сен оны қозғамай қойсай, біз оны білеміз деп ше. Мен айтамын да, қай жерден оқыдыңыз? Сіз білген нәрсені қозғау харам екен. Мысалы, бір мәселені біз айтып жатырмық, оны Шымкентте біреу біледі екен де. Ол біледі, значит, оны қозғау харам ба? Сен білсең біле бер, басқа бар ғой білмейтін. Біз сияқты білімсіздер көп қой, оны білмейтін. Елімізде жаңағы адамдар ислам, елде сіз жалғыз емессіз ғой. Ислам сізбен өлшенбейді ғой. Көп қой, мысалы дәрет бабын қарасаңыз біреулер өтіп жатады ше. Кейін ұмытылады, оны қайтадан өтеді. Бұл қайталана береді. Сен білсең ана жерде артында 10 адам білмейді. Солар үшін қайтадан өтеді. Амал жоқ, отырып тыңдауың керек болады да. Біз кейбір кезде мынандай ғой, өзімізбен өлшейміз, бір мәселе қозғалды ма, мен білем, ол жайлы айтпай ақ қойшы, жанында білмейтіндер отыр ғой. Небір отбасылар бар. Рас, біздің елімізде бар ғой, бір мәселе қозғалған кезде бар ғой, бір отбасыға арналып, бір отбасыға қатысты айтылмайды. Жалпы өз көш қандаймен жүреді? Көш артыңғымен жүреді. Мысалы қара, 20 адам жолға шығады да, біреу желаяқ жылдам жүреді да. Артында жай жүретін біреу бар. Көш қайсысымен жүреді? Жай жүретінімен жүреді. Ана желаяқ кетіп қалады ғой, ол иттей болып қайттан келеді. Неге? Өйткені көш мынау адаммен келе жатыр ғой. Жай жүретінімен жүреді. Сол үшін ағайындар, ана көштен озып кеткен кейбір білімді адамдарға айтар едік та. Сіз білетін болсаңыз, тыңдаңыз да өтіп кете берсеңізші. Не ағыласын айтып, қажет емес. Сіз эгоистсіз ба не? Тек өзіңізді ойлайтын. Білсең онда үйретсе бар. Көшеге шығып қайта үйрет оны. Небір шынымен ағайындар, небір отбасылар бар. Қараңыз, біз имамымыз ғой енді, келеді. Бір кісілер бар да, бала болмай жатыр да, қайтсек бала. Емделіп жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, бала болдыра алмай жатыр да. Бір отбасылар бар, келеді. Кейбір кезде әйелі келеді жеке, кейбір кезде күйеуі өзі келеді, кейбір кезде бірге келеді да бүйтеді. Көтеріп қойды. Аборт істеуге бола ма дейді да. Аборт істеуге бола ма дейді. Неге десең қарасай, біз әлі дайын емеспіз дейді. Әйеліміз екеуміз жұмыс істейміз дейді да. Бұл қазір көтеріп, бала не алып бұл отырса, біз кішкене жұмыс істеп, шынымен айтайын, қазақта осындай отбасылар бар да, көз көргеннен кейін айтып жатыр қой. Бізге әлі ерте. Біреулер айтады, аборт істетейік, қанша уақытта аборт істету керек деп сұрайды. Неге десең, біз оны бағуға әлі, не дейді? Туатын кезде дейді, жағдайыңа қарап тусай дейді да. Сіз емес қой оны асырайтын, Алла тағала ғой оны асырайтын. Осылай да, біреулер бала таппай жүр, біреулер құтыла алмай жүр да. Біреулер тамға басын жеткізе алмай жүр, тамға қол жеткізе алмай жүр. Бір адамдар бар, тамның ішіндегі дайын тұрған евраны бұзып тастап басқа нәрсемен сәндеп жатыр да. Бос өйткен уже ол не істерін білмей жатыр да. Сол сияқты бұл енді біреуді мазақ қылып, біреуді кемсітіп жатқан жоқпын, біреуді табалап жатқан жоқпын, бірақ жігіттер ортаны ұстанайық та. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі діннің өзінде фанатизммен емес, ортаны ұстанды